Яһудилер мен христиандар біз Алланың балаларымыз, сүйіктілеріміз деп айтады. Оларға ендеше неліктен Алла сендерді істеген күнәларың үшін азаптауда деп айт. Жоқ, керісінше сендер Алла жаратқан адамзат ішіндегі бірер қауымсыңдар. Қалағанын кешіреді, қалағанын азаптайды. Шынтуайтында күллі аспан әлемі мен жердің және сол екеуінің арасындағы жаратылыс атаулының бар билігі бір Аллаға ғана тиесілі. Сонында бәрі оның алдына барады. Уа кітап иелері, пайғамбарлардың арасын үзіліп біразға дейін пайғамбарлар келмей, хақ дін үміт бола бастаған шақта, кейін бізге сүйіншілеуші де, ескертуші де келмеді деп айтпауларын үшін сендерге бар ақиқатты ашық баяндайтын елшіміз Мұхаммед келді. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Бір кездері Мұса өз қауымына: уа халқым, Алланың өздеріне нәсіп еткен нығметін естеріңе алыңдар. Ол араларынан пайғамбарлар шығарды. Сендерді кезінде Мысырда билік тізгінін ұстаған басшы, әмірші әрі азат қылды. Сондай-ақ кезінде жер әлемде ешбір қауымға бермеген бір қатар нығметті сендерге нәсіп етті. Уа халқым, Алланың маңдайларына жазған мына қасиетті мекенге Құддусқа қорықпай кіріңдер. Сырт айналып, жондарыңды беріп қашпаңдар, әйтпесе зиянға ұшырайсыңдар деп айтты. Сонда олар былай деп жауап берді: ей Мұса, ол жерде адуынды қатыгез қауым бар. Олар өз бетімен шықпайынша, біз ол жерге аяқ баспаймыз. Егер олар өз бетімен шықса, біз ол жерге міндетті түрде кіреміз деді. Сол кезде Алланың жазасынан қорқатын һәм Алла өздеріне кәміл иман мен шынайылық нәсіп еткен екі кісі суырылып шығып, қаланың қақпасына шабуыл жасап, сол арадан кіріңдер. Егер қақпадан ішке енетін болсандар, сөзсіз жеңесіңдер. Егер шынымен мүмін болсандар, бір Аллаға тәуекел етіңдер, деді. Ал қалғандары болса: ей Мұса, әлгі озбыр қауым тұрғанда, біз ол жерге еш уақытта аяқ баспаймыз. Жоқ, ол жерге қайткен күнде де кіреміз десен, онда өзін және Раббын екеуін барыңдар да олармен өздерін соқсындар. Ал біз осы арада отыра тұрамыз деп айтқандарынан қайтпай қырсығып отырып алды. Сол сәтте Мұса: уа Раббым, менің сөзім тек өзіме және бауырларыма ғана өтеді. Ендеше біз бен мына жүгенсіз кеткен күнәһар қауым арасында өзің билік айтқайсың деп жалбарынды. Алла: ендеше сол қасиетті өлке бұдан былай оларға 40 жыл бойы харам болады. Өздеріне жақсы болса, мына иен далада қайда барарын білмей қаңғырып жүрсін. Сен ендігі жерде жүргенсіз кеткен күнәһар асы қауым үшін қам жемей-ақ қой, деп кесімді үкімін айтты. Оларға Алланың екі ұлының басынан өткен ғибратты оқиғаны айтып бер. Олардың әрқайсысы бірер құрбан шалған еді. Сонда біреуінің Абылдың құрбандығы қабыл болып, енді біреуінікі қабылдығы қабыл болмады. Сол кезде құрбандығы қабыл болмаған қабыл бауырына: сені өлтіремін, деді. Ол болса, расында Алла өзіне тиісінше тағзым ететін һәм қарсы келмейтін тақуа құлдарынан ғана қабыл алады. Егер мені өлтіру үшін маған қол жұмсасан, сені өлтіру үшін мен саған қол жұмсамаймын. Шүбәсіз мен әлемдердің Раббысы Алладан қорқамын. Сені өлтіріп күнәға батып, өз күнәма қоса, сенің де күнәларыңды арқалағым келмейді. Ендеше жақсылап ойлан, бауырым. Мені өлтіретін болсан, барлық күнә сенің мойныңа артылады да,
тозақтықтардың қатарына қосыласын. Өйткені өзгеге кәм өзіне қиянат жасаушылардың жазасы сол, деді. Қабылдың нәпсісі оны азғырып бауырын өлтіруге итермеледі. Ақырында бауырын өлтіріп тынды. Сөйтіп өз күнәларына қоса, өзгенің де күнәларын арқалап, оңбай зиянға ұшырағандардың қатарына қосылды. Сол кезде Алла оған бауырын денесін қалай жерлеуді көрсету үшін бір қарға жіберді. Әлгі қарға жерді тұмсығымен қазып, ол жерге өлі қарғаны көмгенін көргенде, ол өз-өзіне қара бассын мені. Осы қарға құрлы болмағаным ба, бауырының денесін қалай жасыруды біле алмағанымды қарашы деп аһ ұрды. Опық жегендердің қатарына қосылды. Міне сондықтан да Исраил ұрпақтарына мына үкімді жаздық. Кімде-кім кісі өлтірмеген, немесе жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасамаған, бейкүнә жанды нақақтан нақақ өлтірсе, бүкіл адамзатты өлтіргенде болады. Сондай-ақ кім біреуді өлімнен құтқарып қалса, бүкіл адамзатты өлімнен құтқарғандай болады. Оларға елшілеріміз осыны үкімдермен һәм өздерінің пайғамбарлар екендіктерін көрсететін анық дәлелдермен, мұғжизалармен келген еді. Алайда содан кейін де олардың басым көпшілігі жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасауда шектен шығуда. Расында Аллаға һәм пайғамбарларына қарсы соққы ашқан және қарақшылықпен айналысып, лаңкестік әрекеттерге барып, жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасағандарға берілетін жаза өлім жазасына бұйырылу, немесе тіріде, яғни өзгелерге сабақ болсын деп өлі күйінде асу, я болмаса қол-аяқтарын шалыс, яғни оң қолмен сол қолын шабу, не жер түбіне айдау. Бұл олардың дүниеде көретін қорлығы, ал ақыретте олар үшін жан төзгісіз азап бар. Тек қолдарына түспей тұрып істеген күнәларына өкініп, тәубеге келгендердің жөні бөлек. Біліп қойыңдар, Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, тәубеге келген, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді.